Kuda, bak bir akşamına şeytanın lazım kuda. Nasıl? Kuday bir iki kuday dilek versin. Kuday kuat versin, bana takarlı oğlum versin. Tüm kuda diye tuttuklarına. Bismillahirrahmanirrahim. Kuday cama kusacak mı bu? Kay. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле аран жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен көңүл бурганыңыздарга рахмат. июнда биздин улуу держава 15 союздук мамлекеттерди бириктирип турган Советтер Союзуна баскынчылык менен кол салган. Мына бүгүн биз дагы бир жолу ошолорду эскерип отурабыз. Жалпы элдин ардагында жашай бериңиздер. Урматтуу алайлык туугандар, дагы бир жолу мен согуштун улуу жеңиштин 70 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Аман болгула, бар болгула, дайыма тынч мезгилде бейпил жашоодо жакшы күндөрдү өткөрөлү. Майрамыңыздар менен. Барыңыздарды şu майрам күнү жашылтарды каалап, куттуктап, ден соолукта, тынчтыкта, ынтымакта, өнүккөн Кыргызстанда жашап, узак өмүр сүрүшүңүздү, барыңарды узак өмүр сүрүшүңүздү тилеп кетем. Чоң рахмат. Кудайым чын ден соолук, узун өмүр берсин, вакыт таалай берсин. Ар дайым şu неберелериңиздердин, чөбөрөңүздөрдүн алдында бактылуу өмүр сүрүп жүрө бериңиздер. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Качан унутулбай, биздин бактыбызга бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, ардактуу согуштун жана оруктун кадырман карылары. Биздин коргоо министринин атынан 70 жылдык юбилейиңерге берилген медалды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жараткан Аллахым, ушул окулунган Кур'андан пайда болгон сабактарды элин, жерин, мекенин коргоп, улуу ата мекенде согушта курман болгон аталарыбыздын рухуна багыштап алдык. Аллах Таала жаткан жерин жайлуу кылып, топурактарын торко кылып, кетирген күнөөлөрүн мағфират ахиретин абад кылсын. Рахматка Даркан жерди фашисттерден сактайм деп, далышылар дарман кошкон дарманга, даркан жердин нанын, тузун актайм деп.
Studio Pingri Jatto. Аттанған туылған жер үшін, аттанған қотман ел үшін, гүл қойып ескер ыйлавам, олыңар жокер ел үшін. Естелер жаныма келер, Алай гарнизонунун аскердик парады бул жеңиштин 70-жылдык баракесине тизилди. Гарнизон башчысы Баталкой Кушенов. Сіздерді улуу жеңиштин 70-жылдык майрамы менен куттуктайбыз. Ура! 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 Улуу Атамекендик согуштун жеңүүчүлөрү, сиздердин ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бейпил жашоо каалайм. Бүгін 9 май жеңіс күні қанданып, жанданып, қайғы ұйаралашқан жан дүниені жараланған осылардың елесіне келген күн. Демек барымыз үшін ұйық күн. Андықтан бұл күн алардың қайырмандығы, қайраты жана батырлығы, алғырды келечек мұңдар үшін болған майрам. Алдыңыздарда Алай районының Гүлчайдында жайгашкан 92-843 аскер бөлігінің өздік құрамы өтіп барады. Аскердік бөлігі 1976 жылы түзілген жана көз қарандысыз мамлекеттер шеріктестігінен тез жайын тосының жамаатының күштерін қатарды жетіреді. Аскер бөліктің командирі подполковник Үсенов Қабылды Шарафиддинов жетектейді. 14 жылдың август айында Қытай ел республикасының ири оқу орындарында болып өткен тыныштық миссиясы 2014 ел аралық машығуда Қырғыз Республикасының құралды күштерінен аттан аскер бөліктің өздік құрамының 100 аскер қызматкері қатышып жаны көрсеткішігі ие болышқан. Майрамның салтанаттан милицияның майоры Ақбар Ғырымбек Акималико жетектеген Алай районының ішкі істер бөлімінің өздік құрамының начальнигі орынбасары милицияның подполковнигі Фазылов Асылбек Жұмағұлов жетектеген топ келіп өтіп барады. Еме мына алдыңыздарға біздің аскердік бөліктің аскердік техникалары жақындап келді. Аскердік техникаларды бастап баратқан командирдің құралдары бойынша орынбасары капитан Марқабаев Бекмұрат Аманқұлович. Фашисттерге қарсы құрдыққа шыққанын Айкөл Манас арауызда жүргендей. Майрамдық салтанаттың қатысушылары майрамды мараттан районның аскер бөліктің техникалары өтіп зор салтанатпен өтіп бара жатады.
Мынакей алдыңыздарға ошол аскерлик техникаларынын БТР-80 үлгүсүндөгү роданың сооттолгон танкасы, согуш таласында душмандын жеңил сооттолгон техникасы жана өздүк курамын жоктуу үчүн колдонулат. Курамы 14,15 мм ири калибрлүү пулемет жана 7,62 мм үлгүсүндөгү Калашников пулемет жайгашкан. БТР-ден үлгүсүндөгү соо техникасы өздүк курамды болжолдонгон аймакта ыкшам жеткирүү жана детектирлөө үчүн колдонулат. Курамы 14,15 мм ири калибрлүү пулемет жана 7,62 мм үлгүсүндөгү Калашников пулемети жайгашкан. Зилбир үлгүсүндөгү автоунаа өздүк курамды жана аскердик мүлктөрдү ташууга колдонулат. Автоунаанын артында чекелген Су-23 үлгүсүндөгү 23 мм зениттик установкасы душмандын абадан коркулган учурда учактарынан жок кылуу үчүн колдонулат. КамАЗ 433 кол үлгүсүндөгү автоунаа өздүк курамды жана аскердик мүлктөрдү ташууга колдонулат. Автоунаанын артында чекелген 112 мм 30 үлгүсүндөгү гаубица душмандардын жөө аскерлерин, оңатуу куралдарын жок кылууга, учак көңүл айыктырууну жана миналанган жерлерди 15-16 чөктөн аралыкта жаткырып, жол салууга колдонулат. Москваны фашисттерден коргогон Панфиловчу батырлары турмуштун полктун туусун желбиретип атымынга чабуулдарда алга жүргөн кыргызын жеңиштерден жеңиштерди жараткан улуу жеңиш катарында кыргызым. Майрандык параттан райондогу өрттөр чүчүрүүчүлөрдүн Adın alğaçkı начальниги болуп, Амираев Узун Кукан болгон. Учурда бул коллектив өздөрүнүн зор эмгеги менен элдин ыраазычылыгына ээ болушууда. Мына майрактык параттын алдында мамлекеттик салык кызматынын аскерлери өтүп атышат. Райондогу салык кызматынын кызматкерлери өздөрүнүн салыктарын чечүүгө жана райондун капиталын кампайтууга жол салымдарын кошуп келе жатат. Ура! Фронт тылдан бийлиги болуп, баскынчыдан мекен жерди бошоткон, асман жерден чабуул коюп берилген жеңиш туусун Рейхстагга орнотту. Майрандык параттан алар райондун финансы жана калгына бөлүмдөрү келе жатышат. Алар райондун финансы бөлүмүн жетектеген Молокулов Замирбек баштаган эмгек коллективи өздөрүнүн майрандык маалайында майрандыкка келет. Ура! Жашасын 9-май улуу жеңиштин 70-жылдыгы. Ура! Мынакей майрандык параттын номер 67-кесиптик лицейи келүүдө.
Spesifik Lisey, Kırgız Estermeisterli Devlet'in 70. yılı 10. noyabr'da toplumdan uyuşulgan. Bu okuyacak hizmetkerlerin sana 58, injiler pedagogikalık hizmetkerler 22, 6. atayın orta bilim verici muallimler 6, ustadların 6, administratif hizmetkerleri 17, çarpışları boyunca 19. Bular avtomobil aylovchi, kompüterda kurs teguvchi, elektr bilan ish etuvchi, kenji veterinar, power kompyuter, avtomobil o'nglovchi, shig'ar tebrik yasovchi, ustad, fermer, traktorist, adisteri bo'yicha o'zlarining bilimlarini beruvchidir. Gelecekte yaşasınlara bilim verildi. Gelecekte özümüzün bağırtanan tuttuğu bizlerin bilim alıcılarına uçuşma getirdiği fazladır. Hurra! Bayramımıza dönün. Bugün bayramdık Barat'ın Gececeki bölümünde orta mektep, 6 başlangıç mektep, 4 negizgi mektep, 1 gimnaziya, 1 lisey, 1 liseyi tırnak işlep, alarga 13.706 okuvchi tarqalgan. Atalgan mektepte 1675 muallim, tarbiyatchi, gelecek muğamlarga bilim tarbiya berip kelayotgan. Жаңа 2014-15 оқу жылына қарап, өз уақытында сапатты бойынша Ош облыстық сынақта 2-ші орынды қамтыған. 2015 жылы бюджеттен 375 орынды, номер 53-ші Алим Сейітов атындағы орта мектебі, 200 орынды номер 40-ші Умаров атындағы орта мектебі, номер 44-ші Арча Улат негізгі мектебі, 27-ші атындағы орта мектебінен спорт залының бүткөрілді. Алеме Балалардың шығармашылық борборында 14 июньде 720 оқушы өз шендімдіктерін өздіктіріп, 15 қызматкер келішіп, анын ішінде 3 қызматкер білімдерінің мықтысы 2014-15 оқу жылында жылдың мықты балдан шығармашылық борборының қатарында Ош облысынан 1-ші орынды қамтылған. Андан кейін мынакет Мұса Адышев атындағы орта мектебі келді. Бүгінгі күнде 926 оқушы білім алып, анын 63 мұғалім білім тәрбие беріп келді. 60 білімдерінің мықтысы алды. Мұғалім республиканың 100 инновациялық мектептің қызметіне келіп, инновациялық мектептің ие болды. Мұса Адышев атындағы орта мектеп талантты мұғалімдері жыл мұғалімі сынағынан райондық және облыстық турларында бәйгелі орындарды иеленуде. Мерсикор, Ағахан, Альянс, еларалық ұйымдарымен байланышта шешілген. Андан кейін Пахлов Чиев атындағы орта мектеп гимназиясы келді. Жылды мұғалімі 2015 сынағында мектепте математика мұғалімі Қапарова Жайнагүл 1-ші орынды қамтамасыз қылды. Өзіңіздер білгендей жақында жыл мұғалімі 2015 сынағы жеңімпазы. Құрметті жамағат, барлықтарыңызды іштен 75 жылдық байрамымен құттықтаймыз. Ура!
326 okuyucu bilim alıp 52 muğalim bilim tarbiye verip Alatın çeyme orta turganın ele kaktımlılıkları, mektepi material teknikалық bazası чыңдоодо, инфраструктурасын жакшыртууда коллектив бир топ жакшы эмгектерди жаратты. Майданыңыздар менен жашасын улуу жеңиштин 70-жылдыгы. Ура! Урматтуу салтанаттуу катышуучулары, бул коллективдин артынан Парманас атындагы орто мектебинин эмгек жамааты келе жатат. Аталган мектепте бүгүнкү күндө 301 окуучу билим алып, аларга заманбап таалим тарбия берүүдө 25 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 9 мугалим билим берүүнүн мыктысы. Бул мектепте да айтарлык ийгиликтер көп. Алар бүгүнкү улуу жеңиштин 70-жылдыгына чоң ийгиликтер менен келди. Майданыңыздар менен ура! Мынаке майрамды салтанатка Туман Соприев атындагы лицей мектеби келишти. 2014-2015 окуу жылында номер 8 Туман Соприев атындагы орто мектебинде лицей мектебинде жогорку билимди чыгарып изденген тажрыйбалуу 4 мугалим 60 окуучуга сапаттуу билим, татыктуу тарбия беришүүдө. Жашасын бүгүнкү улуу жеңиштин 70-жылдыгы. Ура! Аларга орта педагогикалык кызматкер таалим тарбия берип келишүүдө. Номер 1 балдар бакчасы 2000-жылы жылытуу системаларын толугу менен алмаштырып, материалдык техникалык базасы чыңдоого аракеттерди жасады. Майданыңыздар менен ура! Жашасын улуу жеңиштин 70-жылдыгы. Ура! Учурларында 80 бала тарбияланып, аларга 5 тарбиячы мыкты тарбия берип келет. Бүгүнкү күндө 90 орунду бул бакчада республикалык бюджеттен 28 миллион сом акча каражаты жумшалып, учурда 2 кабаттан турган заманбап үлгүдөгү бала бакчанын курулушу курулууда. Майданыңыздар менен ура! Майрандын парадтын номер 3-чү Нависсе балдар бакчасы улантууда. Бүгүнкү күндө бул бакчада 210 бала тарбияланып, балдарга 13 педагогикалык кызматкер тарбия берип келишүүдө. Бүгүнкү күндө бакчанын материалдык техникалык базасы чыңдалып, бул бакча түрдүү сынактарга катышып, чоң ийгиликтерди жаратып келет. Жайкы эс алууда балдар үчүн кийинчи жайлашууда жайлуу бала бакчасы уюштурулган. Майданыңыздар менен жашасын улуу жеңиштин 70-жылдыгы. Ура! Майрам салтанатка номер 4-чү балдар бакчасы жакындады. Ошол учурда 3 тайпада жалпысынан 100 бала тарбияланды. Бала бакча Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамдарына таянып, балдар бакчасы чүчүндө киргизүү программанын негизинде иш алып барат. Бала бакча өзүнүн иш аракеттери мектепте кийинки билим берүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде иш алып барат. Директору Кырчашбаев Гүлбарчы. Андан кийин номер 5-чи Акние балдар бакчасы жакындап келди. Бүгүнкү күндө бала бакчада 210 бала тарбияланат.
baldarga 9 tarbiyachi tarbiya berip keludi. 2014-2015 okul yılında yıldın mıktı ballar bakçası sınavında oblastda 1-ci orundu eğilip, respublikalı sınavda baygelu 3-ci orundu eğilip qaytkan. Bala bakça bugünkü bardık talaplarga cevap veredi. Bala bakçanın jedekçisi Teşebbayeva Aynuru. Yaşasın bugünkü ulu bayram, ura! Andan keyin nomer 6-cı bal bölük ballar bakçası. Bala bakçada 30 bala tarbiyalanıp, 3 tarbiyachi emgeklenip. Bala bakça bardık talapga жооп berip, mektepke çeyinki ballarga mıқты tarbiya berip keludi. Bugünkü günde bala bakça materialдык базасы чыңдабасы. Жетекчиси Көчкөнова Айнура. Ура! Bayramlık paratты Alay rayonduk үй-бүлөлүк медицина борборунун эмгек жамааты толуктады. Alay rayonduk үй-бүлөлүк медицина борборунда 11 үй-бүлөлүк медицина тобу 30 эмканалар халктын ден соолугун чыңдоодо. Ден соолук улуттук программасынын негизинде халкка сапаттуу жардам көрсөтүп келишүүдө. Үй-бүлөлүк медицина борбору заманбап медициналык аппараттар менен камсыз болгон. Аталган коллектив халктын ден соолугун чыңдоодо өздөрүнүн мамлекеттик жана бардык программалар боюнча колдон келген аракеттерин жасашууда. Жашасын 9 май улуу жеңиш күнү. Ура! Bayramдык парадтын кадарын Алай аймактык ооруканасы жакындап келишти. Алай районунда саламаттыкты сактоо системасы 1936 жылда уюшулган мурдагы аскер кызматкеринин санитардык бөлүмчөсүнүн негизинде борборлоштурулган оорукана түзүлгөн. Мында эмгектенген медициналык кызматкерлердин негизги бөлүгү аскер кызматкерлеринин үй-бүлө мүчөлөрүнөн турган. 60 жылдан тартып Алай райондук борбордук ооруканасында жергиликтүү медициналык кызматкерлер келип эмгектене башташкан. Алгачкылардан болуп Рахманов Айтбай, Рыскулов Мамадилла, Максутова Ракхы, Мадышев Төрө Мамбетов Рысмамат өңдүү медициналык кызматкерлер келишкен. Байрамыңыздар менен, ура! Bayramдык парадта райондук Иш-Дарлоо эмканасы келе жатат. Райондук Иш-Дарлоо эмканасы өздөрүнүн заманбап медициналык каражаттар менен халктын ден соолуктарын чыңдоодо дагы жакшы салымданып кошууда. Бүгүнкү заман техникалар менен элдердин тиштерин дарылап салууда жана оңдоодо бардык аракеттерди көрүүдө. Байрамыңыздар менен, ура! Андан кийин райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору боюнча мынакей алар майрамдык парадтын катарын толуктоодо. Алай районунда 56 жылда санитардык эпидемиологиялык станциясы уюштурулган. 2013 жылдан тартып ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору деп өзгөртүлүп, азыркы учурда мекемеде жалпысынан 30 кызматкер эмгектенет. Тактап айтсак 5 жогорку билимдүү дарыгер, 1 жогорку категориялуу 14 атайын орто билимдүү медицина кызматкерлери эмгектенишет. Алай райондук ооруларды алдын алуу мамлекеттик кызматка мекемеде бүгүнкү эң жакшы шарттар түзүлгөн. Bayramlık paratты Күдүрбай Бакасов жетектеген Алай райондук суу чарба башкармалыгы жакындап келе жатат. Бул Алай райондук суу чарба башкармалыгы районундагы бир кездерде суу жетпеген 20 жылда какырап жаткан жерлерге чейин ак сууларды жеткирүүнү өздөрүнүн жоопкерчилигин жүктөп жатышат. Жакында эле алар өздөрүнүн күчүнөн Сабай каналына суу курмаларын куруп жүрүштү. Урматтуу майрам ээлери, жашасын 9 май жеңиш байрамы. Ура! Эмгегиңиздерден кайрылыңыздар.
mezgillarda rayondық мемлекеттік администрацияның басшысы Таалайбек Сарыбашевтың демеулесімен заманбап техникалар келіп, елді суға су менен келеді, барлық әрекеттерін жасап жатыр. Андан кейін бүгінгі майрамдық салтанатқа номер 959 жол қиылу мекемесі келгелі жүрді. 1933 жылы ұзыл жол қиылу 959 шықнасы жүрген. 98 жылы Алай РДСУ жана 959 шықналар біріктіріліп, жол эксплуатациялаушы мекеме 959 болып қайрат жүрген. Ишханада бардығы 312 kilometre yoldu beyleydi. Anın içinden 113 kilometre yer aralık manedege, 32 kilometre memleketlik manedege, 167 kilometre yerlikli manedege yoldur. Bayramımızlar bilen yolcular, ura! Hurmatlı bayram üyeleri, bayramdық трибунаның алдынан Алай Тоқой шаруасы зор салтанат менен өтіп бара жатат. Аталған ишхана районда жарияланған өрттөндүрүү жана жашылдандыруу иш-чарасына өздөрүнүн бардык күч аракеттерин жумшап, айыл ажарын ачуу үчүн бир топ иш аракеттерди жасады. Майрамыңыздар менен, ура! Майрамдық трибунаның алдына Абакир Боронов чечектеген Алай райондық социалдық фондтың эмгек жамааты жақындап келді. Улуу жеңіштің майрамы құт болсын. Майрамыңыздар менен, ура! Андан кейін бараттық салтанатты Алай райондық социалдық өнігу башқармалығы жақындашты. Алай райондық социалдық өнігу башқармалығы 1994 жыл 1 апрелде райондық социалдық жардам беру бөлімі болып түзіліп, райондағы социалдық қамту бөлімінен бөлініп шыққан. 2013 жылы қайрадан райондық социалдық өнігу башқармалығы болып, 13 жылдың июль айынан бастап оптимистал Қали желіктеп келе жатады. Алай райондық социалдық өнігу башқармалығында 39 адам еңбектеніп, анын ішінен 19 мемлекеттік қызматкер, 16 социалдық қызматкер, 4 тейлеуші, кенже қызматкер қатарында еңбектенеді. Мына бүгін ұлы жеңіс тұрматына өндірілді еңбектік жақсы егістерменен келішеді. Майрамыңыздар менен, ұлы жеңіс майрамыңыздар менен, ура! Майрамдық трибунаның алдына көчелі өздерінің көшісік майрамдарында өткізген Жиенбай ұлы самар жетектеген Қырғыз Телеком ашық ақсүйелері қомның коллективі өтіп бара жатышат. Коллектив ұлт үшін 70 жылдық майрамына өздерінің иштегі чоң игіліктеріменен келішті. Майрамыңыздар менен ұлы жеңіс құт болсын. Ура! Майрамдық салтанатқа Алай райондық Қырғыз поштасының мемлекеттік ишканасының филиалы келішті. Қырғыз поштасы мемлекеттік ишканасы Алай райондық филиалында 63 қызматкер еңбектенеді. Райондағы 14 айыл өкіметтен 8.000-ге жақын пенсионерлерді, 7.000-ге жақын пособия алушыларды тейлеші. Майрамыңыздар менен Қырғыз поштасы байланыштырып тұрыңыздар. Улуу жеңіс майрамыңыздар менен, ура! Майрамдық трибунаның алдына зор өздерінің мықты даярдастықтарымен өтіп бара жатқан райондағы агрардық өніктірүү башқармалығы келе жатат. Алардың артынан қосылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондық бөлімі, райондық сак бөлімі, миграция жана зак архив бөлімдері чогуу өтүп бара жатышат. Майрамыңыздар менен ушул майрам кут болсун. Ура!
Benekbaev atындағы айыл өкметінің emgek cemaati ötüp bara жатышат. Аталған айыл өкмет 1996 жылы uyuşturulup Борбору сопу коргон айылы түзүлгөн. Бұл айыл өкметі улуу жеңиштин 70 жылдығына карата айыл өкметінің кеңсесinin алдындағы жеңиш аянтчасын толук ремонттон өткөрдү. Урматтуу майрам ээлери, майрамыңыздар менен ура! Yıldan başlap Gülçaylı Hükümeti olup uyuşturgan. Gülçaylı Hükümeti'nin aparatında bugün günde 25 yoğurtlu hizmetler emgektenir. Anın işinin 16'sı yoğurtlu bilimdi. 2 bugün yoğurtlu 4 atayın bilimdi. Ayıl Hükümeti'nin karamağında 6 ayıl girek. Alar Taşkuru, Jılıksu, Karavulak aylı, Kırkol aylı Kurmancan'da sayılığına Gülçü aylı olur. Ulu Yüek Jolukçu aylı hükümette karıştı Gülçü aylı artılırdı. Gülçü aylı hükümetinin en sağlıklı konusu olup, rayonun Borboru Gülçü aylı olsunlar. Anda bayramımızlar menen Gülçü aylı aymağının yaşayışları. Bugünkü ulu jeniş bayramımızlar menen, hurra! Yaşasın ulu jengiştin 70 yıldığı, hurra! Bu ayda kırkta bir dolarlık işlerini aktarıldı. Yavaş değişti 70 yıldığına karata özlerinin ilk çabalarını kırışı. Eskelik düzülüp soğuştan kayıtmaydana alganlarga jana soğuştan aman esen gelgenlerдің bardığına arnap eskelik monumentin geçe jakındalığına açtı. Bayramınızlar menen жеңиштин 70 жылдыгы. Ура! Бүлөк айыл өкмөтүнүн катарын толуктайды. Нарматов атындагы орто мектептин эмгек жамааты жакындоодо. Аталган мектеп жамааты жылдын мыкты айылдык мектеп сынабына катышып, 30 райондордо жеңүүчү аталган. Андан кейін Төлөгөн Чейинбек жетектеген Коңур Дөвлө айыл өкмөтү жакындашты. Коңур Дөвлө айыл өкмөтү 90 жылда 3-13 майда Коңур Дөвлө айыл комитетинин базасы республикасынын Тынча башкаруу жана мамлекеттик администрация жөнүндөгү мыйзамына ылайык айыл өкмөтү болуп өзгөргөн. Коңур Дөвлө айыл өкмөтүндө Malaka Aramdıq Parattıq Lenin hükümetinin cemaati gelişti. 96. yılı Lenin ayırdık kengişinin bazasında Lenin ayırdık hükümeti olup düzülgön. Malaka Lenin ayıl hükümeti 4 ayıldan kılıp Atabaytı Soğundu ayıl hükümetinin borboru Murdaş Güngedek Gagarin ayıllarından. Ayıl hükümetinin aparatında 18 hizmetkar emgektenir. Sarıtaş ayıl hükümeti 1953 yılı düzülüp 1999 yılı Sarıtaş ayıl hükümeti bolup atalgan. Bayramlık tribunanın aldına Borul ayıl hükümetinin emgek cemaati özlerinin özgöçülükten dayardığı menen jakındap gelişүүдө. Borul ayıldık hükümetinin başçısı Taşkot İlyas Azigi Teliş ayıl hükümetinde 16 hizmetkeri emgektir. Cansız halkının sanı 7099. Ayıl hükümeti 3 ayıldan turar. 1. may 9'da en kızda aylarından. Ayıldık kengişinde 21 deputat var. Ayıl hükümetin aymağında 4 orta mektep, 1 negizgi mektep, 1 ballar kısası kitapxana, 1 madeniyat üyü işsey. 1915 yılı Borul ayılı hükümetinde körüktendürü de cemilanıp Atıl hükümetinin sosyallık infraktörü vakti üçünün yapısı boyunca körüktendürü cenazasından duru boyunca jakşı taraflarında. Ulu azama kemek soğuştaki Gençlik 70 yıllarında Alay rayonluk mamleketlik administrasiyanın buyrukları öz uğrunda atkarılır. Bugün Genç günlerdeki jarkın mağnayla gelişti. Yaşasın
Ура! Жылдын 1 январына карата 3627 879 кожолук бар экендиги аныкталды. Айыл өкмөтүндө жалпы 14 кызматкер эмгектене 4 техник кызматкер бар. Мынакей Ошол Бактыбек Оспанов жетектеген Дудалык айыл өкмөтүндө 4-жылы Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн буйругу менен татаал шарттуу айыл өкмөттөрүнүн катарында 1-чи орунду камсыз кылды. Ал айрылык мамлекеттик администрациясында 2-чи орунду камсыз кылды. Айтсак ишке берилди. Мындай ийгиликтерди жаратуу аракеттери дагы жатат. Жашасын 9-май улуу жеңиштин 70-жылдыгы. Ура! Ошол айыл өкмөттө саламаттыкты сактоо тармагы айылда бардык шарттар сакты торгойло манапат жетектеп келет. Маданият тармагы айыл өкмөтүндө 2 китепкана бар. Октябрь китепканасы жалпы китеп фонду билим берүү Дудалык айыл өкмөтүндө 3 мектеп, 1 башталгыч билим берүү мектептери бар. Урматтуу майрандык салтанаттын ээлери Дудалык айыл өкмөтүндөгү бардык мектептердин эмгек жамааттары өздөрүнүн мыкты даярдыктары менен өтүп бара жатышат. 2004-жылы жаңыдан уюштурулган Нурай жана Шалба балдар бакчаларында бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп элге кызмат кылып келишүүдө. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Улам Туримовдун демөөрчүлүгү менен ачылган бала бакчада 30 бала тарбияланып, 9 адам жумуш менен камсыз болду. Ал эми Нурай балдар бакчасы айыл өкмөтүнүн бюджетинин каржылоосу менен ачылып, 30 бала тарбияланып, 9 адам эмгектенип келе жатат. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине таң! Ура! Жашасын улуу жеңиштин 70-жылдыгы! Gellermi? Ne dersin? Kim? Oha, bizden jokerler eken. Kollarında kuralları yok. Ova, kollarında kuralları çok dirençli. Ne oldu geliyor? Hayır. Korkma oğla, biz ele salgılaşıp yatıp kolga düşüp kaldık. Hayra demişlerden boşanıp uşu kışlaka geldik. Aylanıp keteyim. Jakşı bolğan turbayı baldarım. Kursağınlardağı açıkadır. Bana sütten alıp gele kalgıla. Mınake, alınız. Daha az kaldı. Bizince yerimizde. Başlarda çok kılavuz buyursun. Oşanday kılgıla baldarım. Evge ten soğuluk versen.
Yakınlar dese. Gaz. Bulardı katıl savağıla. Asiler emne karap durası kan. Bizdi kançalık tokmoktasın dağı. Biz bari bir silerge satılmayız. Biroq siler bizge sözsüz jеңилесиңер. Men buga işin alam. Jеңilbeybiz deysiңer mi? Savakla, urgula. Tiyvegile bizden çokirlerge. Ahmaklar, faşistler. Senin bu uğrun uğurcu da var. Al gel tekine. Құдай сақтай көр, еменді олы десеңер ya. Еменді олы десеңер, еменді олы. Құдай сақтай көр. Koy vergili. Koy vergili dedi. Koy vergili. Hayır koymaç. Sen dağı, siler dağı, ukkula bağırma. Bari bir ulu Germaniya çeken. Ukkula, bizge kızmat kılasılar. Kızmat kılvağanılar, atılasılar. Adışım atındağı orta mekteptin emgek cemaatında. Стоят звейки сон, там был орлами, он горе галево, он едет, он подсарами, море стоят, Варгой город полудняный, морем улицы шумят. Золотою румяной медной маковки горят звезды там был орлами, он на горе галево, он едет, он под горами.
бардық Қырғыз аймақтарында эле Гүлча айылында Алай районундагы жеңиш майрамы белгилүү болуп атат. Миңдеген адамдар катышып мына стадиондо майрамдык концерт болуп атат. Бул жеңиш 70 жыл болгону менен дагы эле кече жакында эле болгондой элдин аң сезиминде чоң орунду ээлейт. Европалык кээ бир эксперттер айтып калат, тимеле душманды кеч эле уткандай майрамдайсыңар депчи. Майрамдайбыз себебибиз аябай чоң жоготуулар менен, көп чыгымдар менен бул жеңишке жетишкенбиз. Ошол эле Польша 3 жумада багынып берген. Ошол эле Франция 40 күнгө жетпей багынып берген. Парижди каршылыгы жок өткөрүп беришкен немистерге. Даниянын королу аскерлерине немистерге каршылык көрсөтүүгө тыюу салган указ менен. А Советтер Союзу 1418 күн бою каршылык көрсөтүп Эбегиси чоң күчтүү армияны жеңип немистерди ташталган чыгарганда. Бул жеңиштин баркы чоң, ошондуктан менче көптөгөн ондогон жылдар бою бул жеңиштин мааниси төмөндөбөйт. Майрамдайбыз. Учурда пайдаланып бардык кыргызстандыктарга, сыртта жүргөн биздин мекендештерге салам айтуу менен бирге улуу жеңиш майрамы менен куттуктап, тынчтык, ынтымак, ден соолук, ийгиликтерди каалап кетебиз. Что собой не позвала, а смуглянки, молдаванки, часто